Апа, мына жагдайды естип жатсыз ғой, балаңыз азыр күдүктүү ретинде отур. Өйтіп тәрбиелеген жоқпын. Балам тәртіпті жаңа ондай жолға барады деп ойламаймын. Құдай сақтасын. Сенбейсіз ба? Мүмкін емес, ол мүмкін емес. Сенбеймін мен, мүмкін емес. Ол әкесі қатты, әкесінен қорқады негізі. Несі. Мүмкін емес. Бірақ Наурызбен жақсы сөйлеседі. Оны мойындаймын. Айтып құда бала ғой соғып жатқан. Не амандық па, аман, я. Онда жүр екен, ауылға ит барды деп айтады, Ақбаян айтып жатады. Наурыз келіпті ғой деп. Ондай жамандыққа қимаймын, балам тәрбиелеген жоқ. Наурызбен жақсы сөйлеседі деген қалай ол? Жақсы енді бұл. Үнемі қарым-қатынаста бола ма? Жақсы, ауылдан келіп жатыр дейді, Наурыз келіпті ғой дейді. Сондай естіп қалам ғой енді. Мен Аманбекен ауыл деймін. Мына хабарды естігеннен кейін сіз СМС жаздыңыз ба балаңызға? Телефон соқтыңыз ба? Соқтым. Мен кеше полиция естіді, айттым. Жүзу жүрсімен, жақсы жүрсімен не жағдай болып жатыр. Мені мазалап жатыр полициялар. Не болып жатыр, балам дұрыстап жүрсін. Ешкім ала жемін аттама, жақсы бол. Мен саған ештеңе неткен жоқ, балдарың аман есен. Алды ма телефоныңыз? Соны алдым, бірақ ол оқымапты. Мен жаздым, аудиомен жаздым. Аудиомен жаздым. Соңғы рет қашан кіріпті WhatsApp-қа балаңыз? 11 деймін. Сол соңғы рет 11 кірген балаңыз. 15 тұр. Сол сіз жазғаныңызда 11 күні ма? Жоқ, одан кейін жаздым, 11-нен кейін. Енді мына балаларыңыз баланы кім қарайды деп ештеңе айтқан жоқсыз ба? Сізге ауыр емес па 5 баланы қарау? Ауыр емес. Өзім міндетім ам, тек мен бір қателігім доверенность алмай қолыма. Соны өкініп тұрмын. Әке-шешесін апарып нотариуске алуым керек қой. Маған қиын емес, өзім немерелерім ғой. Әкесі апа, жолдасыңыз қайда? Астанада емделіп жатыр аяғынан. Бізде сақырдан аяғынан операция болды. Күшейіп кетті өткенде. Аяғы ісіп. Сосын Астана алып кетті қызым Айдана. Ауруханада жатыр ма ол кісі? Клиникада жатыр, платный клиникада. 4 бала тәрбиеледім, 2 ұл, 2 қыз. Сұлтан нешіншісі? Үлкен кенжем. Кенжесі. Жасы нешеде еді? Енді 30-ға толады ғой. Енді бұрын соңды ол сізден бұрын соңды енді бір андай балаңыздың тентектік ондай болып бала ол, ондай бармайды. Жұмыста ма еді Сұлтан апа? Негізі охран болып жасады армиядан. Қайда? Охран болып, қазір жасамайды, жаңа не жасайды. Грузчик сондай болып жасап келеді. Намаз оқи ма? Жоқ, бұрын бастапқыда оқыды дейді, мен көрген жоқпын. Үйге келіп оқымайды ол. Келін оқиды, иә? Келін оқыды, дұрыс айтасыз. Келін әлі де оқып жүрді ма? Оқыды, тәуір кеше қалмаған дейін оқыды, құлаған. Шетелге кеткеніне сіздерден қаражат сұрады ма? Мен келіншегімді? Жоқ, бұны сұраған жоқ. Сол туралы айтыңызшы. Шетелден кетем деп айтқан жоқ деймін. Сіз алдап не істеймін, ала тұр. Қалаға апарып емдетіп алып келем дейді болды. Бұған дейін Түркияға барып емдетіп келген дейді ғой. Емдетіп келіп бірінші группа алдық күні кеше. Келін бірінші группа алды. Не бойынша, ал деген диагнозбен? Психический басты. Расстройство. Сол кезде сізден ақша сұрады ма? Түркияға кетіп батқанда сіз сұрамадыңыз ба? Ақшаны қайдан алып жұмыс жасамадың? Қайдан алып жатсың? Папасы беретін болды, мал сатып жатыр екен деді. Сұрадым, мен қаражатым жоқ қой біздің. Мынандай жағдайда тұрып, сен қайдан аласың ақшаны дедім. Әкесі береді, мама деді. Мал сатып жатыр деді. Сол жерде мал сатып жатыр деді. Әкесі беріп отыр ма екен? Естігеннен берген болар, енді барып келді. Құдамен байланысасыз ба? Құдағилармен? Жоқ, көп байланыспаймын. Неге? Көп байланыспаймын, өзі ұмытпайды. Өздері енді амандық біліп тұрамын ғой. Қарындасы бар ана үйде, қалада. Құдамның қарындасы. Онымен жақсы сөйлесем. Мынандай жағдай болады ойлаған жоқпын. Жолдасыңыз не деп жатыр? Жолдасым шыдай алмайды, келе жатыр, қайтадан прямой рейспен. Мынандай жағдай болып жатқанда қалай жатамын мен деп. Жақсылық болсын деп тілеймін. Бәрі оңмен болсын, ешкім обалына қалмасын. Еліміз тыныш болсын, жастар аман болсын деп тілеймін. Шын ниетіммен. Сенбейсіз? Сенбеймін, оған бармайды олар. Бармайды, мүмкін емес. Үйретіп тәрбиелеген жоқ әкесі. Негізі мамандығы кім? Балаңызды мамандыққа оқыды ма? Оқыды, мұнайшыда, колледжде оқыды. Армияға барып келіп 1 жыл. Неше жыл оқыды? Кәдімгі мына жамағат болып, мешітке барып сөйтіп жүрді ма бұрын? Ондай барып жүрін деп айтпайды ол ма. Достарын, айналасын танисыз ба апа? Аралас құралас болып жүрген адамдар. Енді мына 5 баланы қалай тәрбиелеу ойыңызда бар? Аллаға шүкір, пособиесін алып отырмын ғой. Тәрбиелеп, бәрін жеткізіп отырмын.
Сізге нотариуспен беріп кетпесе қалай пособияларын алып отырсыз? өзім пенсиям бар ғой деген ғой. балдардың ақшасын кім алып отыр? Өзім Қалай алып отырсыз сізге енді? Анасына түседі Не ғой. жоқ? Анасына түспей ме? банкоматтан тауып алдым кеше жүргенде, үйді жинап жүргенде. Алтында жоқ па деп ойлап жүр едім. Тауып алдым, ол пароль болмай ма ол жерде? Оны қандай банк? Народный. Сіз паролін бәрін білетін бе едіңіз оны? Білем. Сізге арнайылап тастап кетті ма? Балам айтты, иә, алып қаз, мама, ақша керек қой саған деп. Баламды алып бардым. Құдаларыңызды естідіңіз ғой. Істедім ғой, енді ауыр жағдай, құдай басқа бермесін. Бірақ қимедім ғой мен енді. Дәмдес болдық талай. Ешкім бармады ма сіздердің тарапыңыздан? Жолдасым бар ғой, психиатр оқушы. Алла бұйырса. Пока жалобым жоқ, жақсы. Еш жылы. Балаларды өзім қараймын деп Өзім отырсыз. қараймын, алам. Алматыға алып қалдым. Себебі анау келім ауырып келсін, балаларға енді қолым жұмсағасын қортын бір қате болып кетер деп. Сосын айтып, еңбек келе қойшы айналайын деп. Тағы бір еңбек. Иә, мама, мына бір тұр екен деді. Жаңа абыройына жүгіріп туалетке кетіп қалды. Мен ондай фактілерді айтайын. Қатты ауырып қалыпты ма? Қатты көтеріліп кете ма? Көтеріліп кетті, арасында нервім сап. Сосын саған емдетіп келе қойдың, басқа арам ойын болған жоқ. Ол соңғы бір жылдың ішінде пайда болған ауру, иә? Жоқ, күні кеше деймін, жақында. Күні кеше ғой енді. Оған дейін ол көтеріліп ауырған жоқ. Осыған дейін ол әке шешесі келген жоқ, мына үйге келіп, мә қызым аман отырсын ба санамайды. Бір шешесі келген жоқ, әкесі келген жоқ осы үйге. 2 жыл ұстадым ана үйде. Бір келген жоқ әке шешесі. Келуге болады ғой, ана ғой, мысалы ана. Қызыма ренжіп қалдым дейді. Кім ренжімейді? Бәріміз де ренжиміз қызымызға. Бірақ адам ана болған кешірім болу керек қой, енді кешірмей ме анасы болғасын. Кешіріп келіп, мә құдағай сізге қиын болды ау, 5 бала, мына ауру қызым таяғы отырсын. Сізге мен ала тұрайын, үйімде условия бар. Үйінде бар ғой условия, ваннасы бар, туалет бар. Сізге қиын болды, мен алып кете қояйын, 1-2 ай мен қарайын деп айтуға болады ғой. Қазақшылық болмай ма? Бір келіп есікті бір соққан жоқ. Құдам да, құдағайым да. Мен соған ренжідім. Оя Сұлтан-ай, қандай қатты адамдар бір келсе екен, Наурыз келіп ағасы, мен қарындасым не істеп жатыр деп басын сұлуға болады ғой, адам басы пендеміз ғой бәрін. Кім бұл алдында кім күтіп тұрғанын білмеймін мен мысалы. Мен соған ренжідім. Балам айттым, оя бір келмейтін кешегі 40 градус ыстықта. Қандай мен жанымды қоя алмадым. 5 бала, ана қандай шақалақ